Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Біздің ұлттық тағамымыз тек наурызда жасалатын наурыз көжеміздің рецептімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым, тез жасалатын көжеміз. Ең алдымен бізге қазанымызға етімізді саламыз. Негізі жылқының сүрленген еті болса өте дәмді. Менде мына жерде тұздалған дәмдеуіштер қосылған жылқының еті. Қазанымызға суымызды құйып, қазанға қойып 2 сағат қайнататын боламыз. Көбігін алуды ұмытпаймыз. Тұз салмадым, өйткені менде тұздалған. Егер дәмін көресіздер, сорпасының тұзы болмаса саласыздар. Тап-таза етіп көбігін аламыз. Жапырағын, пиязын салсаңыздар болады. Менде 2 сағат қайнап пісті етім. Енді мен осы құртты қазір бетінен сорпасын құйып, езіп қоятын боламын. Өте дәмді болады. Осындай құртқа сорпасының үстіндегі майын құйсаңыздар өте керемет болады. Біздің сорпамыз өте тұнық, тап-таза сорпа болып шығып тұр. Ақырындап езіп қойсаңыздар болады, тағы да қойсаңыздар өзі езіледі. Етімізді майынан ажыратып аламыз міндетті түрде. Майлы бұл қажет емес негізі. Осылай еті ғана болса өте дәмді болады. Қазы болса қазы қоссаңыздар да болады. Енді көбі қоса алмауы да мүмкін. Осындай сиырдың еті де жарай береді, бірақ тұздап қойсаңыздар өте дәмді болып шығады. Етімізді турап алдық. Менде осы мәш жуып тазалап мен бөлек ыдысқа қайнатып алдым. Өйткені бұл қап-қара болып шығады қайнаған кезде де, жуғанда да. Сондықтан сорпамды бұзылып кетпесін деп түрі қайнатып алдым. Толықтай қайнатқан жоқпын. Міне лобиямызды қосамыз. Оны да солай жуып тазалап қайнатып алдым. Бір қайнатып алдым. Қайнағанда қарап тұрасыздар, қатты пісіп кетпесін, езіліп. Бізде міне осындай жүгері, сары жүгерді қосасыздар. Бұл ұзақ піседі. Сондықтан қарап тұрыңыздар, жарты сағаттан көп уақытта піседі. Азғантай бөлігін салайық, өткен көп болып кетеді. Мына жерде бізде перловка, қара перловка осындай. Мен осы 4 дәнді қостым. Сонымен етіміз бар, айранымыз бар, құртымыз бар. Барлығы 7 қоспа қосылады. Сонымен 7 қоспа қосылған болып есептеледі менімше. Енді етімізді салып, барлығын енді мен осыны тағыда бір 10-15 минут немесе 20 минут қайнататын болам. Өйткені мен дәндерімді толықтай езіп пісірген жоқпын. Сондықтан тағыда езіңкіреп пісіріп аламыз. Көрдіңіздер, біздің сорпамыз өте тұнық болып, әдемі болып шығады. Дәмді болып шығады. Осылай жасаңыздар. Барын бірге қосып қайнатсаңыздар, біздің сорпамыз бұзылып кетеді. Бір қайнатып алайық. Біздің сорпамызды мына қайнатып, мен осындай әдемі ыдысқа құйып алдым. Жаңағы біздің құртымыз езіліп сорпаға міне осыны қоссаңыздар, өте дәмді, ерекше болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Тез жасалды менің осы наурыз көжем. Барлығын қайнатып, бір келкі пісіріп алсаңыздар, сосын барлығын сорпаға сала саламыз. Осыны қатық деп аталады, кейбіреулер сүзбе дейді. Осында қосасыздар, өйткені бұл да ерекше дәмді болады. Екеуін бірге қосып, араластырып іше берсек болады. Осындай керемет біздің наурыз көжеміз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Каналымды қолдап, тіркеліп кетсеңіздер екен. Рахмет сіздерге алдын ала. Осындай керемет көже дайын болады бізде. Осындай дәндермен, түрі де, дәмі де керемет болып шығады. Наурыз көже сіздерде жасап, отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Аз мейрам, наурыз мейрамы құтты болсын.